мына жұмысыңа кетсем, басқа жұмыс таба аламын ба, мына басқа бастық әйел неге тиісе береді, не жаздым оған дегендей бір сондай өтінішпенен қонақ салтанатта жатырсыз, сол өтінішіңізді орындап жатырмын. Иә, маңдайыңыз түйіліп, өзіңіз бір керексіз ойлар мазалап, ренішіңіз бар, өкпеңіз бар, соның бәрі маңдайыңыз түйіліп, уайымға батырып, алдағы уақытта қалай болады екен деп алаңдап, жүрегіңіз күптеніп, екі бүйіріңіз тоқ болғанмен енді қазіргі жағдайыңыз екі бүйіріңізді қадақ болып қадалып, жаныңызға батып тұрғанын көрсетеді. Екі босағаңыз тең, құйысқаныңыз берік, қазіргі таңда албарлы алаңдаусызсыздар. Мына маңайындағы бір адамға байланысты, сол бастығыңыз ғой деймін, енді сол мәселе соған болып тұр, соған тіреліп тұр, сол сізге уайымға батырып тұрғандағысы, соған ренжіп қиналып тұрғаныңызды көрсетеді. Сол жаңағыдай екі жақты болып, мына жүрегі, мына ішкі дүниеңіз алай дүлей болып, ораздың 12-сі ішіңізден оратылып, қиыншылыққа, бейнетке, жаныңызға батып тұрғаныңызға көрсетіп тұр. Алдыңғы уақыт қалай болады деген алаңдаушылығыңыз бар. Я табалам ба жоқ па деп алаңдайсыз, әрекет жасасам қалай болады деп, оған бірақ жүрегіңіз жаңағыдай күптеніп, жасқанып тұрсыз, табалам ба жоқ па деген, енді жаратты жаңағы шыдатпай тұрғандағысын көрсетіп тұр. Енді бұл бастық әйеліңіз соңыңызға түсіп тұрған түсіп тұр. Енді өйткені алам деген адамы бар, соны көрсетіп тұр, бір кішкентай бойлы бір әйел затын көрсетеді. Енді сіздің жұмыс кетсем деп тұрсыз ғой, тура сіз қазір кетейін деп тұрғанмен жұмысты көріп тұрған жоқпын, бірақ өзіңіз уайымыңыз, жаңағы бастығыңыздың тиісіп шыдатпай тұрғандағысы. Енді әрине кетсеңіз, жұмыс оңайлықпен сізге табылмайды. Қуанақ не деп көрсетіп тұрған жұмысты көрсетіп тұрған жоқ. Біраз жүресіз. Бір жұмысқа кетсеңіз, жұмыстан кеткеннің өзінде басқа жұмыс оңайлықпен кездеспейді. Кездескеннің өзінде бір айдың шамасында сол мардымсыз бір сондай бір жұмысқа тұрасыз ғой деймін, сондай көрсетіп тұр. Ал мына кісі сіздің орныңызға бір адамды көздеп тұр өзі, тіркпектеп тұрғанда содан. Бірақ тура сіз қазір кетіп жатқан жоқсыз, соны көріп тұрған жоқпыз. Тек қана сіздің уайымыңыз, бір жағынан кеткіңіз келеді, бір жағыңыздан тұрып қалғыңыз келеді. Мына ораздың 12-сі уайымыңыз іштегі жегідей жеп тұрған. Әрі бұның бір жақсы қасиеті бар, табандылық пен сабырлық танытса дегеніңізге жетеді деген. Сондықтан жұмыстан кетуге әлі асықпаңыз, шыдап көріңіз. Тағы да қайталаймын, жұмыстан кеткеннің өзінде жұмыс сізге оңайлықпен табылмайды. Ол табылғанның өзі бір айдың соң жоғары ма, сонда енді мардымсыздау бір жұмысқа кездесесіз.